Мен жылдың жақсы жұмыс істейтін уақытым күз. Жапырақтар түсіп, дүниені көңілсіздік басқан кезде менің де көңілімде бір нәрсе өзгеру. Биыл да жыл өтіп кетті, қыс кеп қалады деген бір астықтық пайда болады. Ол жазуды еш уақытта тоқтатқан емес. Соңғы сағатына дейін өлең жазылдым. Енді больницаға жатқанда жаза алмай қалған шығар. Соңғы күндері 2-3 күн. Оның өлең жазбаған күнін көрген емеспін. Таң ертең тұрады. Дем алсаңшы деймін. Дем алсаңшы, ұйықтасаңшы десем. Енді өлең оятушы береді өзі деп түрегіп алып, қай жерден ыңғайлы сол жерге отырып алып өлең жазып тастайтын. Ол кісі кітап дайындап жатқан. Тек қана атын қояйын деп жүрмін деді. Атын қалай қоярымды білмей жүрмін, осын ойланып жүрмін деді. Оқып дайындап бетіп столында ашылған күйінде бір кітабы аяқталмай қалды. Әр мезгілдің өзінше бір бар әні, сілкіндіріп өтетұғын даланы, жігіт десе, нағыз адам болғаның, жігіттердің болған емес жаманы. Жігіт болмау, ең ауыры жазаның, өліммен тең кешу оның азабын, сорлыларды, ынжықтарды аямай, өз атымен атайды ғой қазағың. Жігіт болу, ел көгінде шарықтау, жігіт болу, сол ел үшін арықтау, жігіт болу, семсер болу от шашқан, не семсердің айбатынан қорықпау. Мен үлкен адамдарды көп жақсылық көрдім ғой. Мені Мұхтар ағам мақтады. Жыл келгенде жаңалық сезінеміз дейтін бірнеше адамның атын атағанда, соның бел ортасында мен бармын. Сәбит Мұқанов мақала жазғанын білесің. Әбділда Тәжібаев бірнеше рет. Тайыр. Жалпы мен осы ағалардың құшағында болып. Қасым Тоғызақов деген ақын өтті дүниеден. Обар Сібір деген поэманың авторы болды. Сол кісінің бір 60 жылдығында мен бір өлең жаздым. Қасым Жәкеге Жамбылға секретар болған. Калининге апарғанда, орден алғанда сол кісі апарыпты. Соны өлең қылып жаздым. Сол күнде тақауы ақтанып. Тұманбай, сенің мұны өлеңің ода емес. Бұл адам туралы жыр деді. Сен осыны дамыта берші деді. Мен соны дамыта бердім. Сәбитімен қазақ халқы бақытты, сәбитімен сұлу шығара алмады деп жаздым. Ол кезде мен 20-ның 5-4-інде. Сонда сәмен құшақтап сүйді. Бұл жүрек. Өзіңнің жүрегің не айтады? Сол. Жақсы деп оқ, көрсең дағы қандай түс, қанат қақтың, ең биікте самғай түс. Сендерді бір таңырқатсам деймін де, ұзақ таңға көзілмеймін мен байқұс. Ешкімді ренжітіп көрген емеспін. Тұманбайдан осында бірдеңе шықты деген сөз болмайды. Мені де ешкім көп ренжіткен жоқ екен. Өзің тыныш жүрсең, сенде не жұмыс бар жүрдің дейсің. Ешкіммен тақасып, бақталасып, ондай әңгіме менде жоқ. Өмірде бұйырған нәрсені алам, бұйырмаған нәрсеге, ол маған анау бұйырмады, бұның қайғыратын мен емеспін. Ешкімнің бетіне көлеңке түсіргім келмейді, ешкімді жылатқым келмейді. Менің кінәмнен жыламасын жерде бір адам жаратқаннан соны ғана сұранам дейтін өлеңім бар, алып біледі. Сол өмірден менің немнен кінәмнен шынында да мен тауықты басып кетпей машинеммен. Өйткені тауықта жүрсін. Сондаймын өзім. Жылы жүрек кімде болса, махаббатта сол бір жанның әскері, бір бақыт
бақытты жүрем аңсап, сол бақытым бұлт секілді көшпелі. Өмірімнің сағатында әр қымбат, бақыт маған шешілмейтін бір жұмбақ, кейде алдымнан шығады да жарқылдап, кейде артымда қап қояды тұнжырап. Алқынғандай, талпынғандай боласың, шарқ ұрғандай бүкіл қазақ даласын, көкірегіме сыймай кетіп барасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың, көкірегіме сыймай кетіп барасың. Ғашық жүрек қайда барып соғасың. Мына тауға қарап атталарың, шығыстан Алатауым көрініп тұрады, ар жағынан ауылымды көріп тұратындай болам дейтін. Едіге досы екеуі 5-ші класстан бастап достасып, ол кісінің де анасы жаңағы өтерде қайтыс болған екен де, екеуінің тағдыры бірдей. Екеуі жолдастан көрі туыстай болып кетті. Біз мұндаға дейін, қайтыс болғанға дейін, мұндаға дейін араласып тұрдық. Қазір оғысте, Туғанбайдан кейін бір жыл кейін қайтыс болды. Мен бармын деп даурықпайды желігіп, жатады оны жаңбыр шайып, желігіп. 60-тағы ата болған ұлына баяғыдай көрініп. Бала күнін кім сағынса елжіреп, үлкен жүрек, жақсы жүрек, сол жүрек. Сол жүрекпен ата жұртқа барасың, бала күнді оңай тауып аласың. Өзгермеген ел жұртыңды көргенде, көп өзгерген өзіңе таң қаласың. Сонан кейін сен қаттырақ сүйесің, еліңнің мейрам даласын, еліңнің сайран даласын. Біз мектепке барғанша соғыс бастады. Мектеп жабылып қалды. Бәрімізді жұмысқа, сол бастауыш мектеп болған, бәрін жұмысқа сақ қойды. Сендер міне соғыс басталды, жұмыс істейтін ешкім жоқ. Енді сендер қалған мынау кәрі, құртаң, қариялар, әйелдер ғана қалған, ер адамдардың 18-ден 50-49 бала, соғын 2 жастың бәрін соғысқа алып кетті түгел. Қабылғали, Молдағали, Мұхамедқали деген үшеуі, міне ағайынды үшеуі. Соның бұл Қабылғалидан туған екен. Ол кісі ерте қайтыс болған. Сонымен Қымқаба анамыз, Молдағали атамызбен екеуі. Сол кісілер қолға алып, арғы тәрбиені солар берген. Ал енді 40-шы жылы Молдағали, Мұхамедқали, сосын немерелері Қожан деген болған екен. Сол кісі үшеуі де армияға бірге кеткен ғой. Қайтпады үшеуі де. Бала күнгі атадан, әкеден анадан айырылу, шерлі көңіл, осының бәрі әлгі күзді күнге қурай сияқты менің жанымда бір күй бар сияқты еді. Оның алғашқысы сол майданнан келмей қалған ағаларға деген сағыныш. Соны өзім шөлең қылып шешеме оқитын едім. Ол кісі соны әжептәуір өлеңде болатын еді. Екі әкенің, екі ананың ұлымын,
Екі ананың бірдей алдым жылуын, екі әкенің өжеттігін алдым мен, екі әкенің жығылмаған туымын. Туған әкем күні жетіп ерте өлген, орын тапты менің туған өлкемнен. Інісіне бала болып мен қалдым, сол інісі табыстырды ертеңмен. Туған анам, есімді оның түртісі, есімді оның сәл жымиған күлкісі. Мен көшеден шаң-шаң болып оралсам, маған құшақ жаятұғын бір кісі. Ол да кеткен, бұл дүниеден тым ерте, көз алдымда қалып қойды көлеңке. Оны далды құшағына қара жер, оны далды құшағына кем өлке. Өмір қалай анашымды жатсынған, неге айырған менің жалғыз жақсымнан. Бұл дүниеден көзін мәңгі жұмарда, ол да мені келініне тапсырған. Шешең кім деп сұрай қалса кімде кім, шешем менің сиыр сауып жүр дедім. Өз анамды ұмытпасамды ұмыттым, өз анамды біле тұрып білмедім. Әкең кім деп сұрай қалса кімде кім, әкем менің жер суарып жүр дедім. Өз әкемді ұмытпасамды ұмыттым, өз әкемді біле тұрып білмедім. Мөлдір жасқа жүзімді ерте боядым, жүрегімді қайда тығып қоямын. Мен аядым, әке болған ағамды, ана болған жеңгемді мен аядым. Екі бірдей, қуаныштай өмірдей, екі әкеге бала болдым мен бірдей. Жер бетінде жүріп келе жатырмын, екі ананың махаббатын сөндірмей. Ең тондайдың бір арманы қайда қайтты, қанша жыл соғысты, бәрі безвести дейді ғой ке, соғысты. Хабарсыз кеткен ғой. Бір білсем, қайтып келетіндей болады деп. Қайтыс болғаннан кейін, әлге интернеттен соғыста қайтқан адамдар, кім қайда соғысты, кім қай жылы қайтыс болды, соның бүкіл тізімі шықты. Соның ішінде үшеуі де шықты. 44-ші жылға дейін соғысқан. 44-ші жылға дейін. Сонда қайтыс болды. Біле алмай кетті соны. Оғыз қайтқаннан кейін өкініп қалдық, қап деп. Бұл мектептің аты Ақши деп аталады. 1930 жылы құрылған, 90 жыл болады. Бір-екі жылда біз осы мектепте Тұманбай екеуміз соғыс жылдары біткенде оқыдық. Ал енді сол мен 5-ші класста жүргенде өлең жазатын едім. Сондай бір әуестігім бар еді. Біздің класста Жолмұқан Түрікмен дейтін жігіт 6-ші класста оқып жүргенде сол өлең жазды екен. Өлең жазып, өлең жаздым деп, өлеңін оқытады, сосын ойладым, мен де жазып көрейінші деп. Ол да өлең жаза бастады. Сол сөйтіп жүріп, 5-6 класста барғанда, бұл тегі сол жолға түсіп, туаштегі өлеңді өкіріп жазатын болды. Соның кейін екеумізді казуге түсейік деп уәделестік. Сонымен енді ол филфакқа түсті өзі, тіл жағында мықты, құмар, филология факультетінің қазақ бөліміне, қазақ тіл әдебиет. Мен физика, математика факультетіне түстім екеуміз. Бірақ та жататын жеріміз, жатақханамыз бір жерде болды ол кезде. Осы университет оқып жүргенде алғашқы курсынан ақ бұл жаңағы өлеңдері республикалық газет журналға шыға бастады. Студент кезіңізде шығарған өлеңдеріңіздің біреуін оқып беріңіз дейін отырып оқи берейін. Айда бүгін аласарып төбемізден төнеді, ұлықсатсыз сәулешімді қайта-қайта көр. Алғашқы өлеңдері білесіңдер, студент дәптері деген міне
кішкентай ғана жұртты дүрліктірген кішкентай ғана кітап. Ой, бұл шыққанда қатты қуандық. Бірінші жаңадан өзі бітірген. Бірінші дананысын кітаптардың алып келген кезде маған жазып беретін. Дүние жүзінде өз әйелін көп жырлаған менен артық ақын жоқ. Соның қорытындысында былтыр бір өлең арнаған әйеліне бір өлең арнағанға бәйге бір деп шығарды ғой. Сонда бір өлеңіме осыған жегөл етіп алдым. көзімді жұмсам да көрем сені еседі арманым қоңыр желі. Жолдастар, ақынның кітабы ол өзінің жеке баласы ғой енді. Перзентіңнің ешқайсысын жаман дей алмайсың енді. Біреуін мақтайын десең, екіншісінің көңіліне келеді. Ал дегенмен де маған бәрінен де ыстық көрінетін алғашқы студент дәптері дейтін жинағым. Ал одан кейін мен студент дәптерінен кейін шынында біраз құлдырап кеттім. Көп мақтау естіп. Оқыған екен ғой деп ойлап қалдым, баладанға қиын ғой енді. Қарт белет, оқ жауып тұр, қайран сабаз құлады, бітті сөйтіп тіршіліктің бір әні, бітті сөйтіп жер бетінде бір әулет, сөнді сөйтіп өмірдің жас шырағы, өліп кетті қайран жігіт қадірлі, көре алмады жан арманын ауылды, қалтасында қыз суреті, парткомға жазған және өтініші табылды. Өтініште өлсем егер майданда, мені достар коммунист деп ойлаңдар, жеңіс күні келген күні думанда, жеңіс тойын мен үшін де тойлаңдар. Жалпы балалар өз кішкентай күннен журналдың суретін көреді, кішкентай өлеңдер оқиды, содан жоғары класстарға жеткенше балаларға азық етеді ғой. Сондықтан осы балалардың азығы досы деп мен осыған бір аса көңіліммен қараймын. Сонымен енді жылдар өтіп жатыр. Балдырғанға мен істегелі 25 жыл болып қалады бір жылдан кейін. Сол кей кез айтам ғой, Тұмаға, енді біз жүрміз ғой мына жерде. Жасыңыз 70-тен асты, енді үйде жатып демала беріңіз. Біз журналды апарып сізге көрсетеміз, үйден қарап бересіз. Жоқ, мен жұмысқа келім керек деп, сонда да 75-77 жасында келіп жұмысқа отырып алатын. Сондай берілген, оған кейін журналды өзі қарап оқып шығып, бір тал өтіріне дейін, нүктесі дейін қате жібермеңдер, ұят болады. Біз балаларды ертең қате журнал шығарсақ, балалардың алдында ұятқа қаламыз. Балалар бізден ары қарай ертең біз қалай жасақ, балалар да солай жазып кетеді деген сияқты өте жауапкершілікпен қарайтын кісі еді. Ол кісінің де сол балаларға деген махаббаты сондай ерекше болды. Ол сөзі, ол сенің уақытың бола ма, болмай ма деген әңгіме болмайды. Менен үлкен еді 10 жас. Әй бала деді, бір алматыны көре, даланы көре, көктем кеп қалды ғой. Ол кісі айтқансын шауып бардым. Алматыны күнші шағын біраз аралап жүрдік. Қасымызда жеңгеміз бар. Осы күні Дариға. Тұманбай екеуміз құстарды қайтармаймыз ба деді. Bir ay. Аяқты шыржы беріп қой деді. Қайтарайға дедім. Әніңіз дайын ба? Қазір үйге барамыз, мен саған риба берем дейді анау. Әннің буындарын. Жарайды деп келіп, рибасын алып, үйге барып жаздым. Көктемді қондырып қанатына, тұспайды боранды алматыма. Ән толды аспанға, тұспанды жастанға, бақытпен туған. Құстарды мен достым шаттана, ән достым арманы. Өлең жазатын уақытты ол таңдамайтын. Түнде тұрып жазатын, көбінесе сол таңға жуық жазатын. Өз жасымнан мүмкін егде көрінем, кемшілігім дей алмаймын оны мен, жанып көрдім, өшіп көрдім мен талай, тек жұлдызым құлаған жоқ көгінен. Менің өңім топырақпен реңдес, көп нәрсенің бағасын да білем кеш,
Мынау көктем, мынау өзің махаббат, кәрілікке мені сірә жібермес. Жүзімде тұр өмірімнің жолдары, жүзімде тұр ойларымның орманы, жұрт кәрідеп ойлай берсе ойласын, сен кәрідеп ойламасаң болғаны. Мен филологпын, аудармадан диссертацияда қорғадым, сондықтан мен сол аударма орталығынан рұқсат алып, өзім әкемнің жаңағы 13 өлеңіне подстрочник жасадым. Оның ішінде мен сүйіп оқитын бір әдемі өлеңі бар. Ол өлеңі мына өлең. Өмір маған кейде бір тау сияқты, шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты, жылынып алғым келеді. Өмірде маған кейде бақыт жоқ сияқты, өлгіп қалғым келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты, өмір сүргім келеді деген жұмақтар бар. Көп балалы үйдің баласы емеспін. Әпкем ерте кетті. Жалғыздықты сезіндім. Кейде несі бар баламен шайқасып қалсаң, ұрып кетеді екеуі. Сондықтан балаларым көп болсын деп сол 5 балаға дейін жасадық, туылдым ғой. Алдыңғы 4-еуі қыз, ең кішісі ұл, 60 жыл. Үлкен қызымыз енді бір қатты енді ауруға шалдықты да емдете алмайды алдық. Қайтқанда бір кітап жазды. Сонда маған айтатын: мен ғой барлық қайғы мұңымды мына өлең жазып, соған сөйтіп шығарып жатырмын. Сен байқұс қайтып шыдап жүрсің дейтін. Қайран менің жүрегім, жас жүрегім, көктемеден бір кезде тасқын еді. Жазды дәурен жалтақтап қарайлайсың, сен ойласам ұйқымда қашты мені. Соңымда сайрап жатыр жүрген жолым, мен жанмын, бірде сері, бірде момын. Бұл жігіт ұсынбады кімге жанын, көп сені ұсынбады кімге қолын. Қысқа ма, ұзын бәлде өмір жолым, жүрекпен келгендерге мені қолым. Менсіз бір бас қосқанда қайран достар, білініп тұрса болдау менің жоғым.